Қайырлы кеш қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей басты тақырып және оның жүргізушісі мен Мейрамгүл Мәдәлі. Бірінші қыркүйекте 3,5 миллионнан астам бала мектеп қабырғасын аттап 7475 мектеп есігін айқара ашуы тиіс екен. Бірақ түйіні шешілмеген, әр ата-ананы толғандыратын сауалдар көп. Ол жаңа оқу жылы балалар қалай білім алады, дәріс онлайн өте ме, әлде офлайн жүргізіле ме дегенге саяды. Ендеше дәл осы сауалдарға бүгін студиямызда жауап беруге тырысамыз. Студиямызға келіп отырған қонағымызбен таныстыра кетейін. Парламент мәжілісінің депутаты, Нұр Отан партиясы жанындағы білім және ғылымды дамыту жөніндегі республикалық қоғамдық кеңестің төрайымы Жұлдыз Сүлейменова ханым. Жұлдыз ханым, қош келдіңіз студиямызға. Енді Білім және ғылым министрлігі өңірлерде осы жаңа оқу жылына қатысты дайындық жұмыстарын жүргізіліп жатқандығы жайында мәлімдеме жасады. Мұны Мөлдір Абдуалиева ханым баспасөз хатшысы кеше өзінің Facebook парақшасындағы постында жазыпты. Осы жерде оқи кеткім келеді, цитата, Мөлдірдің берген ақпаратынан. Білім беру форматын дәстүрлі форматқа қайтару елдегі сан эпиджағдайға байланысты болады. Оқыту форматы туралы шешімді коронавирустық инфекцияның пайда болуымен таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия және елдің бас санитарлық дәрігерлері, сонымен қатар өңірдің бас санитарлық дәрігерлері қабылдайды деп жазыпты. Енді демек, бұл жаңа оқу жылында біздің әлі қалай оқитынымыз анықталған жоқ деген сөз ғой. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, құрметті Мира ханым, негізі біз бұдан ертерек жарияланған мемлекет басшысының тапсырмасы бар, өзіңіз білесіз. Осы оқу жылы аяқталғаннан кейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жалпы келесі оқу жылын офлайнға қайта көшіру туралы тапсырма берді, және осы 2 ай ішінде соған білім беру мекемелері дайындық жұмысын жүргізу қажеттігі туралы нақты атап өткен болатын. Одан кейін осыдан бір апта бұрын өткен әкімдермен жиналыста да бұл мәселені қайтадан басым тағы да тапсырма берілген болатын. Сондықтан да біз ата-ана қауымдастығы, ұстаздар қауымдастығы, жалпы қоғамдастық қазіргі таңда тағы да бір жыл онлайн өтетін болса, оны білім жүйесі де жалпы қоғамдастық оны мүмкін емес екендігін, оны әрмен қарай жалғастыру мүмкін емес екендігін жақсы түсініп отырмыз. Сол себепті менің ойымша қандай жағдай болған күннің өзінде де біз бәрібірде де офлайнға көшуіміз қажет. Бұл ретте біз шілде айының басында бас санитарлық дәрігер, денсаулық сақтау вице-министрі Ерлан Қиясовты, сонымен қатар білім және ғылым вице-министрі Шолпан Танатовнаны шақырып осы қоғамдық кеңесте отырыс өткіздік, талқыладық. Сол кезде біз бірнеше мәселені ұсындық. Бірінші мәселе әрине биылғы мектеп табалдырығын аттайтын 400 мыңға жуық бірінші сынып оқушыларын міндетті түрде офлайнда өткізудің жағдайын қарастыру. Сонымен қатар былтыр бірінші сыныпқа барған оқушыларды да ішінара математикалық және оқу сауаттылығын дамытуға байланысты оларды да мектепке кезекші сыныптарды ұйымдастыру мәселесі талқыланды. Үлкен мәселе бұл 9-шы сынып, яғни емтихан тапсыратын халықаралық жеке мектептердегі 10-шы сынып, сонымен қатар 11-12-ші сыныптың түлектері мен осы сыныптың оқушылары үшін де арнайы жеке индивидуалды даму траекториясын ұйымдастыра отырып, оқушылардың таңдау пәндері бұл мамандықтарына байланысты, сонымен қатар жалпы негізгі пәндерді білім және ғылым министрлігі, Ыбырай Алтынсарин атындағы білім академиясы, ұлттық академиямыз бар. Сонымен қатар барлық өңірлердегі білім басқармалары бірлесе отырып, икемді негізде шешім қабылдау қажет. Бұл жерде баста атап өтетін нәрсе, егер 9-шы сыныптан кейін бала мемлекеттік тапсырыспен колледждерге оқуға барғысы келсе, демек оның бүгінгі таңда таңдайтын мамандықтары бар. Яғни осы негізде жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндерді таңдаймы, әлде гуманитарлық, қоғамдық бағыттағы пәндерді таңдаймы, баланың таңдауына байланысты мектеп басшылығы икемді, индивидуалды жеке даму траекториясын ұйымдастыру қажет. Дәл осындай траекторияда 11-ші сыныптың балаларына да ұйымдастыру қажет деген ойдамыз. Мысалы, медицина мамандығын таңдаған бала үшін биология пәнінен тереңдетіп, жаңадан өткен 1,5 оқу жылындағы кейбір түсінбей қалған күрделі тақырыптарды келіп мұғаліммен бірге аудиториялық сағаттар негізінде оқуы маңызды, және бұны ешкім жоққа шығара алмайды. Осы ретте әрине икемді шешімдер қабылдау, сонымен қатар білім беру саясатына шын мәнде жауапкершілікпен келіп, соған кірісу уақыты келді. Сондықтан да менің ойымша біз
тағы да онлайн деп айта алмаймыз, және онлайн деп эпидемиологиялық ситуацияға байланысты болған күннің өзінде де біз оған бара алмаймыз. Түсінікті. Яғни мемлекет басшысы тапсырма берді. Соның негізінде сіздер мынау комиссияда талқыладыңыздар, иә? Қазірдің өзінде білім және ғылым министрлігінің тарапынан өңірлерге тапсырма беріп отыр дайындық жұмысын жүргізуге. Демек, бізде үміт бар. Біз қыркүйекті онлайн, офлайн мектеп қабырғасында оқимыз деген үміт бар. Осы жерде бізге бас санитарлық дәрігер 100% мектеп мұғалімдерінің вакцинациясы туралы айтқан болатын. Яғни сондай вакцинация болған кезде ғана мектептің жалпы дәстүрлі оқу форматына қайта көшу мүмкіндігін. Енді мен сіздің бағдарламамызға келе жатқан кезде жалпы өңірлердегі шілде айындағы мұғалімдердің вакцина алған пайыздық көрсеткішін алдым. Оның ішінде мысалы Шымкент қаласында 99%, Алматы қаласында 89%, жалпы Қазақстанның 17 өңірін қосқанда 72% ұстаздар қауымдастығы вакцина алғандығы туралы ресми мәліметті алып отырмын. Менің ойымша бұл шілде айына берілген мәлімет болатын. Яғни қазіргі таңда 31 тамызға дейін бұл пайыздық көрсеткіш әлде де өсет деген үміт бар. Осы негізде, яғни вакцина алғаннан кейін мұғалімдердің енді ең үлкен мәселе бұл қауіпсіздік пен денсаулық мәселесі ғой. Осы ретті де ойластыруға қажет деген ойдамын. Түсінікті. Мүмкіндік болса бізде осыған байланысты графика бар. Мысалы, былтырғы оқу жылында енді бұл білім және ғылым министрлігінің беріп отырған мәліметіне сәйкес 4000-ға жуық ауылдық мектепте осы офлайн оқу жалғасты деп беріпті олар. Бірінші тоқсанда шамамен 1 миллион бала дәстүрлі форматта білім алды. Екінші тоқсанда шамамен 2 миллион бала білім алды деп берген мәлімет. Енді жаңа оқу жылында шамамен 7475 мектеп қызмет атқарады екен. Оның ішінде 3,5 миллион бала білім алу қажет деген сияқты. Бірақ соған қарамастан, енді білім және ғылым министрлігі осындай мәлімет беріп отыруына қарамастан, біз білім дәрежесінің осы онлайн оқу кезінде түсіп кеткенін байқап отырмыз, иә? Енді осы жерде сіз Назарбаев зияткерлік мектебін басқардыңыз кезінде, иә? Жеке тәжірибеңізге сүйеніп айтсаңыз, не себепті, мысалы, менің өзім балаларымда байқағаным, иә, бұл ата-аналардың да байқап отырған мәселесі, мысалы, мемлекеттік мекемелердегі білім беру дәрежесі онлайн форматта өте төмен болды. Ал енді ақылы мекемелерде бәрібір онлайн форматтағы білім беру дәрежесі жоғары болды. Бұл неге байланысты сіздіңше? Неге мемлекеттік мекемелерде осындай жүрдім бардым немқұрайлық болды? Бұл жалпы мектеп мұғалімінің ақпараттық технологияларды игерудегі қабілетіне, сонымен қатар дағдыларына байланысты. Дамыған мемлекеттерде, педагогикалық университеттерде жалпы ақпараттық технологияларды білімде пайдалану деп аталатын арнайы методика бар. Мен басшылық еткен Назарбаев зияткерлік мектептерінде біз өзіміздің мұғалімдерімізді аталған методика негізінде жалпы біліктілігін арттыру курстарын бірнеше мәрте ұйымдастырылғаны менің есімде. Сондықтан да Назарбаев зияткерлік мектептері бұл жалпы мемлекетіміздегі ең дамыған орта білім беру жүйесінің локомотиві ретінде онлайн білім беруді ол бұрынырақ оқу процесіне қолдануды бастап кеткен болатын. Сондықтан да бұл жерде ең оңай көшкендегі бір негізгі мәселе мұғалімдер дайын болды, және осы онлайн білімді алуға оқушының де, ата-ананың де дайындығы басқа мектептермен салыстырғанда жоғары деңгейде болды. Ал енді мемлекеттік мектептерді айтқан кезде бұл туралы қазіргі таңда бірнеше мәліметтер, зерттеулер жариялану үстінде. Оның ішінде енді жасырын емес, бұл бірінші біздегі интернеттің жалпы жылдамдығының шектеулі болғандығы, сонымен қатар үлкен мәселе орта мектептердегі мұғалімдердің жалпы IT құзыреттілігінің де шектеулі болғандығы үлкен себеп еді. Енді қазіргі таңда біз әрмен қарай бұл IT құзыреттілікті мұғалімдердің дамытуды жалғастыра беруіміз қажет, және үлкен мәселе білім беру ресурстарын жалпы осы онлайн форматтағы білім беру платформаларын бұдан әрі дамытуымыз қажет. Өйткені өзіңіз біліп отырсыз, бәрімізге қазіргі таңдағы мәлім мәселе, бұл вирус, бұл індет алдағы 5-10 жылдықта бізбен бірге қатар өмір сүруі мүмкін. Біз тіпті қазіргі таңда
қай кезеңде оның өршитіндігін де біліп отырмыз. Былтыр да дәл осы кезеңде өршігендігі сізге мәлім, биыл да осы кезеңде өршіп отыр. Күздің қай кезеңде, көктемнің алғашқы кезеңдерінде, яғни өршитіндігін біліп отырмыз. Осыған сай біздің де санитарлық эпидемиологиялық қызметкерлеріміз, мектептегі басшылар, сонымен қатар білім басқармалары осы зерттеулерге де сүйену қажет деген ойдамыз. Үлкен мәселе, енді себепті айтқан кезде, үлкен мәселе бұл жерде баланың жеке, мысалы оқуға, өздігінен білім алуға деген ұмтылысы, құлшынысы. Біз енді жасырын емес, көптеген ата-аналарымыз, қоғамдастығымыз бүгінгі таңда мектептің рөлін өте жақсы түсінді. Өйткені бұл жердегі білімнен бөлек, тәрбие мәселесінде, баланың әлеуметтенуінде, баланың достарымен бірге жүріп, сондай бір психологиялық, қоғамға үйрену, әлеуметтену мәселесінде мектептің рөлінің өте зор екендігі, және оған тәрбие мен білім беруде ұстаздың рөлінің қаншалықты үлкен екендігін осы кезең бізге дәлелдеп берді. Сол реттен енді біз осыны қарастыруымыз қажет. Түсінікті. Енді мүмкіндік болса, тағы да бір графикамыз бар, дайындаған берсеңіздер. Менің түсінгенім бойынша қазір бірнеше талаптар қойылып отыр екен білім және ғылым министрлігінің. Біз өз тарапымыздан дәстүрлі форматта оқытудың талаптарын тізбектеп шықтық. Мүмкіндік болса айтып өтейін. Қызметкерлер мен білім алушылардың температурасы өлшенуге қажет, міндетті түрде. Кабинеттердің ауасы зарарсызданып тұру керек, яғни кварцтау, дезинфекциялау, мұндай құралдар болу керек кез келген білім беру мекемелерінде. Және әлеуметтік қашықтықты сақтау, үзілістерді әртүрлі уақытта өткізу. Әлеуметтік қашықтық деп отырғанымыз, мысалы, әр сынып ол бөлек-бөлек болуы тиіс, яғни сынып балалар бір-бірімен кездеспеуі қажет деген мәселе айтылыпты. Маска тағу режимін сақтау, бір сынып бір кабинет қағидасын сақтау деген сияқты. Енді бір осы жерде үлкен бір мәселе туындайды. Мысалы, барлық мектептердің ресурстары бірдей емес. Олар осы талаптарды нақты орындай ала ма деген бір үлкен мәселе туындайды. Біз білім және ғылым министрлігіне нақты сауал жолдаған болатынбыз. Сондықтан да қазіргі таңда менің алдымда қаражат мәселесін сұрадық. Санитарлық эпидемиологиялық қауіпсіздікті сақтауға қатысты қанша қаражат бөлінгендігі. Мысалы, менің қазір дәл алдымда білім және ғылым министрлігінің ұсынған ақпараты бойынша Ақмола облысында 115 миллион, Ақтөбе облысында 211 миллион, біздің Нұр-Сұлтан қаласында 45 миллион, Алматы қаласына 300 миллион қаражат бөлінгендігі. Осы мектептердегі қауіпсіздікті сақтауға байланысты. Бұл өзіңізге белгілі мектептердің санына қатысты және балалардың, оқушылардың оқитын, мұғалімдердің оқитын санына байланысты. Мен жаңа тағы да қосымша ретінде айтып өткім келеді. Біз осы қоғамдық кеңестің талқылауында Нұр Отан партиясында тағы да ұсыныстар айтылды. Мысалы, мектептің өзін 3 бағытқа бөлудің мәселесін айтылды. Бастауыш сыныптар оқитын бір блок жасау, 5 сыныптан 9 сыныпқа дейін оқитын оқушылардың орта мектептің бір блогын жасау, және жоғары сыныпта білім алатын балалардың бір блогын жасау. Егер осы сыныптардың аралығында оқушы немесе ұстаз осы індетке шалдыққан жағдайда, тек қана барлық мектепті карантинге жабу емес, тек қана осы бір блокты карантинге жабу арқылы, яғни осындай да бір ұсыныстар айтылып жатты. Үлкен екінші мәселе, жаңа өзіңіз айтқан, бұл оқу кестесін икемді жасау. Яғни бұл жерде балалардың бір-бірімен дистанцияны сақтай отырып, сонымен қатар, егер асханасы жұмыс жасайтын мектептерде асханаға бару жұмысын, сол жердегі санитарлық эпидемиологиялық қауіпсіздікті сақтау мәселесі. Бұдан кейін мына жерде тағы да атап өту керек, бұрынғыдай көп массалық бұқаралық шараларды ұйымдастыруды азайтып, оның орнына оқу, математикалық, жаратылыстану ғылыми бағыттағы дағдыларды дамытуға, ден қоюға назар аудару қажет деген ойдамыз. Түсінікті. Жақсы, көп рахмет. Енді осы тұста бізге қосылып тұрған спикерлерімізді таныстыра өткім келіп отыр. Арман Орынбеков мырза, бұл кісі Шымкент қаласынан екен, Абай атындағы 90-шы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп гимназиясының директоры. Арман мырза, дәл қазіргі уақытта жаңа біз айтып өткен талаптар сіздердің мектептің соны қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар ма? Саламатсыздар. Қайырлы кеш, айта беріңіз. Әрине, қазіргі айтылып отқан мәселелер бойынша, мынау өткен оқу жылында осының барлығы қамтамасыз етілді. Әсіресе жылдың басында мәселе болды, бірақ оның барлығы өз шешім тапты. Мысалға айтатын болсақ, мектептегі кіреберістен бастап балалардың дене қызуын өлшеу,
оған қатысты құралдар, мектептің оқу кабинеттерін залалсыздандыруға байланысты кварц лампалары, түрлі дезинфекциялық заттар бар. Мынау әрбір мектеп өзі сатып алуға қойып, оның барлық заттардың бәрі қамтамасыз етілді. Түсінікті, бұл жеткілікті, яғни. Ал енді ұстаздардың екпе алу дәрежесі қазір қаншалықты? Мысалға, дәл қазіргі таңда бүгінгі ақпарат бойынша біздің мектепте мұғалімдердің 99% екпе алған. Ал қалған 1% бұл медициналық себептерге байланысты және сабақ жұмыс басталғанға дейін ол мұғалімдердің барлығы екпені алады. 100%-ға дейін. Түсінікті, Арман мырза, енді қараңызшы, сіздердің мектепте қанша бала оқиды? Және жаңа Жұлдыз ханым айтып өткендей, бөлік-бөлікке, блок-блокқа бөліп оқыту мүмкіндігі бар ма? Жалпы мектептің ресурстары оған мүмкіндік бере ма? Түсінікті, яғни біздің мектептің өзі сондай жағдай айтылғандай 2381 оқушы қазіргі таңда оқу жылын аяқтады. Өзі мектеп блок бөліктерге бөлінген өзі. Және тіпті спорт залға дейін, мысалға 3 спорт зал бар. Бұл мен мектептің ішіндегі залдарды айтып отыр. Бұл жерде тек қана балалардың кездесетін жері бір жерге барып, бұл асхана. Бірақ асхана өз ережеге сәйкес, яғни сабақтардың уақыттарының әртүрлі болуы, асханаға бару уақытында залалсыздандыру бұның бар бұл қамтамасыз етіліп жасалды. Түсінікті. Гүлнұр Омарова ханым бізбен қосылып тұрған ата-аналар комитетінің мүшесі, балалардың құқықтарын қорғау комитетінің мүшесі екен. Гүлнар ханым, өзіңізден сұрай кеткім келеді, осы тұста ата-аналардың пікірі қандай? Дайын ба біздің ата-аналар осындай форматта оқуға? Әлде онлайнға үйреніп қалдыңыздар ма? Саламатсыздар ма? Әрине де дәстүрлі оқу біз үшін өте пайдалы. Жалпы мұғалімнің қадір қасиетін де түсініп қалдық. Өзімнің 4 балам бар, 3 балам мектепте, соны оқытудың өзі өте қиын екенін түсіндік. Бірақ бұл жерде айтып кететін жағдай, балаларға 12 жастан жоғары балаларға екпе салғызу мәселесі. Бұл әсіресе жағдай жоқ жерлерде, мысалы 60-80 градус пайыздармен алып келу керек болатын. Қазіргі уақытта 15-25 градуста айтып жатыр, бірақ бұл мүмкін ба, мүмкін емес па? Ол проблема. Қалай жасалынады, қалай оның транспортировкасы болады? Осы мәселе үлкен тудырады. Және де қандай балалардың ауруына сәйкес олар салғызуға болмайтыны да әлі ақпарат ешқандай жоқ. Ақпараттандыру мәселесі жолға қойылса, және де Алматы, Астана қаласында, Шымкент қалаларында 3 ауысымды мектеп мәселесі бар. Егер Арман мырза айтып жатыр, бізде асхана проблемасы бар, қалай кіретін шығатынын. Бірақ біздің мектептерде көбінесе проблема әжетхананың жоқтығы, аздығы, жеткіліксіз болуы. Және де балалардың дәлізде жүрудің өзі коридордарда проблема үлкен. Сондықтан да осы мәселелерді егер шешілетін болса, ғана мектептер ашылу қажет деп ойлаймын. Және онлайн мен офлайн кейбір сабақтарды онлайнда өткізуге мүмкін болса, сол сабақтарды онлайн өткізсе. Ең бастысы балалардың денсаулығы, қауіпсіздігі, сондықтан ол мәселеге өте түсінікті. Біз түрден қарастырып керек. Түсінікті, бірақ онлайн өткізу мәселесінде меніңше Жұлдыз ханым біз алыс ауылдарда мысалы дәстүрлі форматта өтті деп отырмыз, өйткені ол жақта арасында интернет жоқ, былайша айтқан кезде, мүмкіндік жоқ, ресурс жоқ ол балаларды оқытатын. Сосын тағы бір үлкен мәселе туындайды осы тұста. Мысалы, өзіңіз айтып отырсыз, жаңа былтырғы жылы 1-ші сыныпқа барған балалар, әсіресе 9-ші сыныпқа барған балалардың көбісі білім беру ақсап қалды, былайша айтқанда. Енді мемлекет басшысының қойып отырған тапсырмасының бірі, және білім және ғылым министрінің қойып отырған тапсырмасының бірі, осы балалардың қалып қойған сабақтарын, пәндерін ұстаздарға жүктеп, сол ұстаздардың білімін көтеру. Осы қаншалықты мүмкін? Біз енді Нұр Отан партиясының жанындағы білім мен ғылымды дамытудың республикалық қоғамдық кеңесінде білім және ғылым министрлігіне, сонымен қатар Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясына жалпы кешенді бағдарлама әзірлеуді ұсындық. Өйткені түсінбей қалған
тақырыптарын қайталау мәселесінде, сонымен қатар балалардың олқылықтары бар тақырыптардың орнын толтыру мәселесінде қазіргі таңда кешенді бағдарлама қажет. Бұдан бөлек ОСР мемлекеттері қазіргі таңда осы онлайн форматтағы дистанционды білім беру жағдайындағы білімнің сапасына қатысты бірнеше түрлі зерттеулерін жариялады. Ол бірнеше мемлекеттерді қамтиды. Сондықтан да қазіргі таңда біздің қолымызда нақты мәліметтер, нақты тәжірибелер, сонымен қатар нақты зерттеулер бар. Осы зерттеулерді қабылдай отырып, әрбір білім басқармасы өздерінің жеке өңірлеріндегі орын алып отырған эпидемиологиялық жағдайға сәйкес икемді шешім қабылдануы қажет. Бұрынғыдай орталықтан жалпы жаңағыдай бұйрықты күтпей, өздерінің жеке орын алып отырған жағдайларына байланысты икемді шешімдер қабылдау қажет деген ойдамыз. Әр өңір, әр мектеп, әр сынып, әрбір мұғалімнің мәселесіне қатысты. Бұдан бөлек ең үлкен мәселе қазіргі туындайтын, бұл мектеп басшысы ретінде атап өткім келеді, бұл жалпы егер мұғалім ауырып қалған жағдайда оның сағаттарын алып, соның орнын ауыстыратын мұғалімнің жүктемесін төлеу мәселесі қалай болатындығы. Және медициналық себептермен қазіргі таңда вакцина алмайтын мұғалімдердің апта сайын жеке қаражатына өздері ПЦР тапсыру мәселесіне байланысты көптеген сұрақтар туындауда. Біз қазір тамыз айында тағы да бас санитарлық дәрігермен, білім және ғылым министрлігімен кездесіп, осы мәселені талқылайтын боламыз. Өйткені мұғалімдердің де, оқушылардың да денсаулығы, қауіпсіздігі бұл біздің мемлекетіміздің ұлттық қауіпсіздігінің негізгі басым бағыттарының бірі. Бұдан бөлек енді біз жақсы түсінеміз, жалпы әлеуметтік аз қамсыздандырылған топтар үшін аудиториялық сабақтарға келіп білім алу, ол баланың ертеңгі таңдағы жалпы кедейшіліктен шығып, өмірінің дұрыс болуына үлкен капитал, үлкен лифт. Осы ретте біз баланың болашағына балта шаппай, мүмкіндігінше офлайнға қайтып көшіп, офлайндағы мәселені, білімді жалғастыруымыз қажет. Енді келесі оқу жылы үлкен қиын, күрделі жылдардың бірі болады. Не себепті? Өйткені 1,5 жыл біздің балаларымыз онлайнда емін еркіндікке, сондай бір өздерін сонда неге ұстап үйренді ғой. Сондықтан да қайтадан келіп партаға отыру, қайтадан келіп мұғалімнің талабына, мектептің тәртібіне көндігу үшін мұғалімге де, мектеп басшылығына да, ата-аналарға да, кураторларға да үлкен қажыр қайрат керек болады. Сондықтан да бұл жерде түсіндірме жұмыстарын жүргізу қажет деген ойдамыз. Көп рахмет сізге, Жұлдыз, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін. Менде бұл мәселе өте маңызды деп ойлаймын, және мүмкіндігінше біз ақпарат құралдары осы мәселені түсіндіруге тырысуымыз керек деп ойлаймын. Сол себепті бүгін бізбен тікелей байланысқа шыққан барлық қонақтарымызға алғыс білдіргім келеді. Ал ардақты ағайын, расында келесі жаңа оқу жылы бәріміз үшін үлкен сынақ болғалы тұр. Сол сынақтан бірігіп, жұмылып өтеміз деген сенімдемін. Аман болайық. Солай дейік және солай боларына сенейік.